Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Қалдарыңыз қалай? Каналға қош келдіңіздер. Біз бүгін қой соя жатырмыз. Ауылдың контентін сіздерге түсіріп жатырмын. Мына жерде қойдың басын етіп жатырмыз. Былай қойдың сою процесін мен өзім де қорғамын ондай нәрсені түсіруге. Сондықтан сіздерге примерно деген қызықты моменттерді ғана көрсететін боламын. Қойдың басы ғой. Осы алabilir miyim ben? Su yemeğe karamayı çağırdım. Енді мына жерде ішек қарын аршуға кірісеміз. Мамамыз және де абысыным үшеуміз. Бірақ енді мен бұндай нәрсені өмір істеп көрмегенмін. Просто сіздерге процесс көрсететін боламын. Анамыз жасап көрсетіп жатыр. Соны барынша запомнить етіп, керек кезде қолданатын шығармыз. Çaren bir koy. Шегін шығарып атыс па енді? Шегін шығарады.
ішікті. Мынау тоқ ішек па? Ол тоқ ішек. Оны дәу болғаннан білесіз ба? Бұл жағы прямой кішкі сияқты, адамның ішінде сондай болды. Мына боқ осыған оқа кетеді ғой. Көтерім шекті болды. Сіз қай жерде өстіңіз? Мен жаңа неден жүрмін? Ет салына кейін жоқ па? Ой. Айда, Айгерім. Мына жақта шек қарынды жуайын деп жатырмыз, және де мына жақта етті бөліп жатыр, бөлшектеп. Ендік соңға енді тағы да су жүгіп тағы. Екінші қайтара жуып атыр шекті. Содан кейін барып аударады оны, чтобы таза болып тұру үшін. Сыртының бәрін жуып. Таза болады. Шектің құрамында өмшек нелер ғой ол? Әкеледі. Субпродукт па? Шөптің несінің бәрі сол шекке сіңеді ғой. Деликатес. Витаминнің бәрі осы шекпен неде ғой. Оны елдер жемейді. Негізі шекті жеген жақсы. Мына мен тоқ шекті айландырып жатырмын. Не керек еді? Kita şibuk var böyle önceden şibuk. 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 Мынау дәу шыбық, мынау кішкентай шыбық. Айдан молодец. Тістеме. Hazırlandım. Gerçekten aldı gerek mi? Koy. Халарики. Қойлар ма? Қойлар. Wow.
Сұраңыз. Аха. Аса көре ғой. Сына қой көріп жатсың ба? Ау. Не oldu? Ау. Не болды? Немче жүгірмей құлайсың. Немче құлайсың ғой? Папаң ана жақта жүреді ғой. Мына жерде ет жайғап жатыр анамыз. Етті бөлшектерге бөліп қоямыз. Ал достар, келесі видеода кездескенше видеоға лайк басып комментарий жазыңыздар.